Ал енді бүгінгі тақырыбымыздың ішіндегі маңызды тақырып жаңағы айтқанымыздай батыстың осығанға дейін 10 шақты саясаткері, мүмкін 10 шақты журналисті бұғанға дейін хабарласты. Әлгінде ғана өзіміздің қарагөз бір қарындасымыз хабарласты. Онда маған Қытайдағы қазақтарға indigenous халық деген, indigenous people деген статус беріп, осы Қытайдағы қазақтарды indigenous халықтардың халықаралық конвенциялар мен халықаралық шарттамаларда көрсетілген құқы бойынша Қытайдағы қазақтар indigenous халық санатында, енді олардың құқы, мәдениеті, адамдық құқы, саяси құқы қорғалуы керек деп халықарада дабыл қағайық дейді. Содан мен оларға осығанға дейінгі айтып келген көзқарасымды қайталап айттым. Қытайдағы қазақтар indigenous халық болса, indigenous people болса, егер онда Ұлыбританияның құрамындағы шотландар менен ирландар indigenous халыққа жатама дедім. Еуропалықтар бірден айтты. Ирландтар солтүстік Ирландияда жасайтын, скоттиштер Шотландта жасайтын, олар indigenous халық санатына жатпайды деді. Онда Қытайдағы қазақ неге жатады дедім. Олар аңтан қалып қалды. Егер indigenous халыққа жатқызсақ, онда Канаданың Кубек өлкесіндегі француздардың әулеттері, француз тілінде сөйлейтін Кубек өлкесінде indigenous халыққа жатқызайық дедім. Олар жатпайды дейді. Онда Қытайдағы қазақта жатпайды дедім. Енді бұл indigenous халық деген халық қандай халық болады? Оның теориясы бір бөлек. Мен бұл арада Википедиядағы indigenous people дегенді сіздерге аударып, айран болып тұрған мейларыңызды аштып, қатық қылмай-ақ қояйын. Бұл indigenous халық деген қазақтың жалпақ тілімен түсіндіргенде отаршылдар қырып жойып, мемлекетін құртып, мәдениетін құртып, тілін құртып, дінін құртып, содан өздерін миллиондап қынадай қырып, бір маяның, бір әстектің басының терісін бітіп, мына төбесін, шүйдесін ойып алып келсең, 50 цент, яғни $0,5 ақша беретін болды. Содан бүкіл әлемнің қарақшысы аң аулағандай маялармен әстектердің басын шауып, мына төбесінің құйқа терісін алып барады. Басты алып барса шірейді ғой, көзі, мұрын сасиды. Соның терісін алып келеді, яғни сен бір үндіні, бір америкалық индиянды өлтіріпсің, маяны өлтіріпсің, әстекті өлтіріпсің деп, анаған $0,5 береді. Екі құйқаны алып барсаң $1 береді. Сөйтіп, аң аулағандай қырып тастап, мына оңтүстік Америка мен солтүстік Америка дейтін құрлықты құрып отырды. Тіпті ататын қоңыр терілі, қызыл терілі индияндар, мая әстектер қалмаған кезде, мына мексикалықтарды, яғни испан тілді, португал тілді, терісі тымақ емес, қоңырқай тілді, соларға дейін қырып, оларды кептіріп, бояп, жаңағы неше түрлі мынау индияндардың терісі деп, соның өзінен бір адамның бас құйқасының терісі үшін $0,5 ақша алған, сол заманда жалмауыз. Енді сол жауыздықтың кесірінен миллиондап қырылып, енді біреулер ақтаған сейді, еуропалықтардың денесінде көкжөтелге, туберкулезге, құрт ауруына деген, қазақтар туберкулезді құрт ауру дейді, көкжөтел дейді. Соған деген иммунитет қалыптасқан себебі Еуропада бір жаңағы тұмау тарағанда бір жөтелден миллиондап адам қырылған, туберкулезден миллиондап қырылған. Сондықтан мына әбден сөйтіп қырыла денесінде иммунитет қалыптасқан еуропалықтар Америкаға келгенде жаңағы индияндар соған шыдас бермей қырылып қапты дейді. Енді оның да жаны бар сөз, ол да енді өтірік емес, бірақ анау $0,5 бір құйқа алған заманды терістеуге, жоққа шығаруға болмайды. Енді сол халықтар қазір Америкада
First Nation деген статусқа ие. First Nation деген не? First Nation деген бірінші ұлт. Мына Американың жолында қыдырып жүргенде көреміз жаңағы үнемі бір камаздар тұрады. First Nation деп жазып қояды әдемілеп. Немесе Америкада бір әйелдің бір логистик компаниясын көргем, америкалық индиан әйел, сол соның камаздың сыртында бүйтіп жазады. Америкадағы ең үлкен логистик тасымал компаниясын құрған индиан әйел дейді. Енді бұл индиандарды бірінші ұлт деп неге атап қойды? Америкада бірінші жасаған халық дейді. Бұл бір. Екінші, бұл халықты қырып жойып, мемлекетін құрып тасталған, бітті. Енді олар Америкадан индиандар тәуелсіздік алайық дейтін шамада жоқ. Бітіп, жойылып, әрбір штатта тауда тастағап, енді жаңағы әдейге еркектер, жаңағы әйелдер бүкіл жаңағы жасыруға тиісті жерінің бәрін ашып тастап, бұттарына анандай бір тері байлап, енді бұна заманда ондай қауым жоқ қой, бірақ әдейге өздерін әртістік сипатта әдей орманның ішінде ағаштан жаңа күркелер жасап, әйелдердің енді бірақ ашып тастаған мына жақты. Ана тек белде бір лыпа байлап қойған, еркектерде сол лыпа байлаған, баладар жалаң бұт жүр. Сөйтіп осыдан 400-500 жыл бұрынғы жабайы индиандардың өмір салтын қалпына келтіріп, оны туристер көріп, ойбай деп таңырқап, сосын жаңағы отты жағып қойып, деп билеп, жаңағы деп билеп, шұңғырып бастарына жаңағы мынандай қып өкілерін тағып алып, найзаларын, жебелерін алып, жебемен атып, сол атқа мініп, неше түрлі шоу көрсетіп, сосын бір билері бар, өздерінің бір билері бар. Сол билерін билеп жүр. Ондағы бүкіл не, әзір ондай өмір сүретін индиан жоқ. Атам заманда олар Кока-кола ашып, атам заманда осыдан бір жарым ғасыр бұрын Кока-кола ашып, сағыз шайнап, KFC, Макдоналды жеп, бургер шайнап кетті. Атам заманда джинси шалбар киіп, олардың деген ол сол заманда солай болып кетті. Енді анау тек туризм, шоу, концерт. Енді жасырар жоқ мынау. Үрімжінің қазақтарда ең алғаш Үрімжіде ана Боғда көлі дейтін бір керемет көл бар Үрімжінің қазақтарда. Сол екі қыз бір ауылда жаңағы бір келіншек жай екі сөзді құрайтын. Жаттап алған өлең бар. Қаулайлым, қаулайлым деп жігітпен екеуі де малшы, түгі жоқ, ақындығы жоқ. Оған қытайлар келіп, ауыздарын сілекей құрып, мыналар не айтып жатыр дейді. Оны аудармашы жаңа жазып алған, жаттап алған қағазын айтады. Мына жігіт мына қыздың сұлулығын айтып, тамсанып отыр дейді. Қыз айтады, оған сен маған жаңа 100 жылқы берсең, мен саған тием деп айтып отыр дейді. Ана жабайы қып көрсету керек та. Жабайы қып қазақтарды. Оны әдей тур компаниялар жасаған. Ол екеуі сол жерде өзі бір айтысқанына бір 10 жыл, ана 91 ма барған кезде Үрімшіге барғанда сол дыңғырлаған айтыс көрсең, сол кездегі сөз, ай менің қалың малым 100 жыл қаулайлым, қаулайлым деп отырса, сол 2001 жылы барсаң, сол ана әл айтып отырады ғой сол. Ол туризм, Қытай туризмін шақыру. Енді былай қарасаң, бұл енді өйтіп айтысып жүрген қазақ та жоқ. Жігіттердің бәрі, ауылдың кәдімгі малшы жігіттер бәрі кәзеке киіп, ою тағып, тақия киіп алып, ана қыздар жаңағы қос етек желбір көйлек киіп алып, желбір жекен, жаңағы желбір жекен, бірдеңе, біз бір бөкен ой деп жүр еді жаңағы. Ана суға битеп, майсып, шолпы тағып, бұлаққа бара жатыр. Иықтарында жаңа шелекте мінен де кішкентай су жаңағы сыңс ән айтып, әдейге оның барлығы шоу. Міне, әзіргі индиандардың жаңағы дәстүрі де сол. Енді бұл саясаткерлер еуропалықтарды мен түсінем, қазақтарға indigenous people деген дәреже беріп, қазір бүкіл дүние жүзінде осы indigenous халықтардың, яғни тұқымы құрып кеткен осы халықтардың құқын қорғау үлкен саяси қозғалыс болып жатыр екен. Сондықтан қазақ тақырыбын осы indigenous people тақырыбы аясында көтерсек, халықаралық конференцияларға қатыссақ дейді.
Мен енді бұл сұрақтарға жауап жазу бір екі ұрттам шай ішіп алайын ба? Рұқсат па? Рұқсат берсеңіздер ішем, рұқсат бермесеңіздер ішпеймін.